Баршаңызға сәлем, қымбатты менің көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен көпшіліктің көңілінен шығып үлгерген ең дәмді хит торттардың бірі Whoopie Pie тортын пісіріп үйренетін боламыз. Бұл менің көп жылдан аса уақыт тапсырысқа жасап жүрген ең сәтті рецепттерімнің бірі. Сондықтан да дәл осы рецептпен сіздер де дайындап көріңіздер. Ең алдымен шоколадымыз бен сұйық майымызды водяной баняда ерітіп аламыз, немесе микротолқынды пеште әр 5 секунд сайын ашып отырып араластырып езіп алуға болады. Сұйық майымыздың орнына сары май қосып жасасаңыздар да болады. Енді келесі құрғақ ингредиенттерімізді ұн, разрыхитель, какаомызды қосып барлығын араластырып бір шетке дайындап қоямыз. Жұмыртқамызға қантымызды қосып барлығын әппақ бұлт болғанша жақсылап көпіртіп миксерлейміз. Жұмыртқаның температурасы маңызды емес. Енді осыған ерітілген шоколадымыз бен сұйық майымызды қосып біріккенге дейін араластырамыз. Шоколадты массамыз ыстық болмауы керек. Сол үшін алдын ала ең бірінші осы шоколадты езіп дайындап аламыз. Шоколадыңыз ыстық болса, жұмыртқаларымыз пісіп кетуі мүмкін. Барлығы біріккеннен кейін ұнымызды ситадан өткізіп, 3-ке немесе 2 бөлікке бөліп, жақсылап миксерлеп аламыз. Барлық ұнымыз бірігуі керек. Бұл мен тапсырысқа дайындайтын торттардың ішіндегі ең оңай торт. Сондықтан да міндетті түрде сіздер де дайындап көріңіздер. Формамызды дайындап аламыз. Ол үшін мен пергамент қағазын дәл осындай формасын шығарып жасап алдым. Сіздер де осылай жасап алсаңыздар болады, немесе формасын қарындашпен, ручкамен сызып дайындап қойсаңыздар да болады. Біз осындай 4 форма дайындаймыз, бізде 4 корж шығады. Дәл осы кезде пешімізді алдын ала қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. Пешімізді қыздырып қоюға қойған кезде қамырымызды дәл осылай 4 бөлікке бөліп, әр бөлігін лопатамен немесе мен секілді қасықпен барлық жерін тегістеп жағып шығасыздар. Бұл торттың қамырын алдын ала дайындап қоюға болмайды, себебі қамырымыз қоюланып қалуы мүмкін. Дәл осылай сұйық қалпында жақсылап пісіріп алсаңыздар, торттарыңыз үлпілдеп, жұмсақ болып пісіп шығады. Енді корждарымызды алдын ала қызып тұрған пеште 170 градуста 15-20 минутта бір-бірден пісіріп шығамыз. Мен конвекция режимінде барлық 4 коржды 150 градуста 20 минутта пісіріп алдым. Егер де сіздерде конвекция режимі болса, барлығын осы 4 коржды бірге пісіріп шықсаңыздар болады. Барлық корждарымыз піскеннен кейін міндетті түрде суытамыз. Барлық корждарымыз суығаннан кейін тортымыз тегіс, әдемі шығу үшін осындай кольцоның көмегімен кесіп аламыз. Немесе өзіңіздің формаңызбен, немесе тарелканың көмегімен дөңгелектеп бір пішінде кесіп алсаңыздар болады. Кремін дайындаймыз. Ол үшін салқын творожный сырымызды дәл осылай үгітіп аламыз. Үстіне қантты ұнтағымызды қосып, бір қабат миксерлеп, біріккенше біріктіріп аламыз. Қантты ұнтағымыз біріккеннен кейін салқын 33%-дан жоғары сливкемізді құйып, жақсылап біріккенге дейін, қоюланғанға дейін, өзінің формасын ұстағанға дейін миксерлейміз. Өте көп миксерлеп жібермеңіздер. Егер де көп миксерлеп жіберсеңіздер, кремдеріңіз іріп кетуі мүмкін. Сондықтан да өз формасын ұстағанға дейін дәл осы қалыпта миксерлеп аласыздар. Миксерлеп болғаннан кейін дәл осылай міндетті түрде ауасын шығарып араластырып аласыздар. Енді алдын ала дайындап қойған кондитерлік мешогымызға насаткамызды салып, кремімізді ішіне барлығын салып, тортымызды жинаймыз. Подложкаға тортымыз жылжып кетпес үшін кішкене кремімізді жағып, үстіне коржымызды қойып, дәл осылай Whoopie Pie'дің насаткасымен әдемілеп шариктерін шығарамыз. Ең алдымен жоғарыдан төменге қарай дәл осы видеодағыдай жасап шығасыздар. Достар, тортқа қажетті барлық ингредиенттердің мөлшерін видеоның астындағы описание бөліміне жазып қалдырамын. Міндетті түрде сол жерден кіріп қарап көріңіздер. Дәл осы рецептпен жасап көрген болсаңыздар, комментарий бөліміне өз ойыңызды қалдыра кетуді де ұмытпаңыздар. Сіздердің ойларыңыз мен үшін әрдайым маңызды, сондықтан да өз пікірлеріңізді, ойларыңызды комментарий бөліміне жазып қалдыра кетуді ұмытпаңыздар. Егер де сіздер менің каналыма тіркелмеген жаңадан келген оқырманым болсаңыздар, онда осы каналдың өсуіне өз қолдауыңызды білдіріп, каналыма тіркеліп, қоңыраушаның белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Сонда келесі шығатын видео рецепттерді алғашқылардың бірі болып көретін боласыздар.
Барлық тортымызды дәл осылай әдемі бір тегіс етіп жинап шығамыз. Және де торттың бетіне шоколадты ганашымызды дайындаймыз. Ол үшін мен Қазақстан шоколадын пайдаланамын. Қазақстан шоколады тортыңыздың бетін әдемі жылтыр етіп көрсетіп тұрады. Немесе кез келген бельгийский шоколадты пайдалансаңыздар да болады. Шоколад пен сливкиді микротолқынды пеште ерітіп аламыз, және де үстіне жылтыр болу үшін сәл сұйық майдан тамызып құямыз. Барлығын араластырып, торттың бетіне жағып, бір тегіс етіп палетканың көмегімен осылай жағып шығамыз. Және де тортымызды 2-3 сағатқа міндетті түрде тоңазытқышқа сақтап қоямыз. Біздің тортымыздың кремі сіңуі керек. Әрлеуі өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Мен дәл осылай жеміс-жидектермен әрлеп шықтым. Торттың бетіне жазу қажет болатын болса, шоколадымыз қатқаннан кейін әдемі жазулармен өрнектесеңіздер де болады. Және де осы видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, мен сіздерге тортты заказға пісіріп жүрген кондитер ретінде кішігірім лайфхактармен де бөлісе кетейін. Дәл осы торттың корждарын алдын ала пісіріп 1 айға дейін мұздатқышқа сақтауға болады. Ол үшін пищевая пленкаға орап, мұздатқышқа піскен корждарыңызды сақтап, тортты жинайтын кезде міндетті түрде холодильниктің жоғарғы полкасында ертіп аласыздар. Егер де коржды мұздатқышқа сақтаған болсаңыздар, торттарыңыз одан да нәзік, воздушный және де өте влажный, дәмді болып шығатын болады. Мінекей біздің тортымыз дайын болды. Дәл осындай нәзік, воздушный және де өте дәмді тортты менің рецептімен сіздер де дайындап көріңіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде қолдауларыңызды білдіріп, каналыма тіркеле қоюды ұмытпаңыздар. Менің рецептімен сіздер де тапсырысқа торт дайындап табысты болыңыздар. Баршаңызға рахмет, ас болсын. Сіздермен бірге Асхана арнасы каналы. Менімен бірге дайындап табысты болыңыздар.